Майды сорғызу немесе асқазанды кесіп алып тастау. Қазіргі таңда кең тараған тәсілдердің бірі. Және де кез келген адамның майын сорып, асқазанын кесіп алып тастамайды. Оған сіздің денсаулығыңыз жарау керек. Одан бөлек қыздар, осы операциялар кезінде өліп кетіп жатқан адамдар да қаншама. Немесе сол процесс кезінде инфекция жұқтырып, инвалид болып жатқандар да баршылық. Майды сорғызған кезде ол сіздің тереңде орналасқан май қабатын сормайды. Тері мен бұлшықеттің арасындағы майды ғана сорып алады. Ал тереңде орналасқан висцералды майды ешқандай аппарат сора алмайды. Висцералды майларды кетіру үшін ол жерге самомассаж эффектісін жасау керек. Ал ішке самомассаж эффектісін беретін жаттығу ол наули болып табылады. Күнделікті наули жаттығуын орындау арқылы ішке жеңіл массаж жасалынады. Массаж жасау барысында сізде тереңде орналасқан май ыдырап, сіздің ішіңіздің көлемі кішірейтін болады. Сонымен қатар созылған асқазан да жиырылып, артық салмақтан арылуға оңай көмектеседі. Әрине, операция жасатып, сіз майыңызды сорғызып алып тастауыңыз мүмкін, немесе табиғи түрде дұрыс тамақтанып, наули жаттығуын жасап, қалыпқа келе аласыз.